Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз пицца дайындайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең алдымен 500 мл суымызға 10 грамм ашытқыны салатын боламыз. Одан кейін 2 шай қасық қант саламыз. Және де 1 шай қасық тұз саламыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 650 грамм ұнымызға суымызды құямыз және де араластырамыз. Мен ең алдымен кішкене венчикпен араластырамын да, одан кейін қолмен араластыратын боламын. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болады. Қолға жабысқақ болады, ол жақсы қолға жабысқаны. Тағы да сәл чашканың ішінде араластырып, одан кейін столдың үстіне шамалы ұн сеуіп, ары қарай столдың үстінде елейтін боламын. Столдың үстіне ұнымызды септік. Дайын болған қамырымызды столға алып келіп, ұйығып қанғанша елейтін боламыз. Бізде осындай қамыр пайда болады, қолға жабысқақ. Енді бұл нанды жан-жаққа тартып, конверт қылып жабамыз. Бірінші бір жағын ақырын ғана тартамыз. Одан кейін екінші жағын, үшінші жағын, және де созып төртінші жағын жабамыз. Жаңағы чашкамызға қайтадан салатын боламыз. Енді бетіні жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. Біздің қамырымыз көтерді. Мен пешті алдын ала 180 градусқа асты-үсті конвекциясымен қосып қойдым, жылытып. Мінекей, қараңыздар, қандай күшті болып көтерілді. Пергаменттің үстіне шамалы ұн септім де, қазір қамырымызды жаятын боламыз. Мен қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Жартысын демалтырып қойдым. Бір бөлігін қазір ысып алатын боламын. Ең алдымен шамалы боқтаумен ысамын, одан кейін барып қолмен ысып жіберемін, үлкейтемін. Пергаменттің үстіне аздап ұн сеуіп, бір жолы пергаменттің үстінде үлкейтсеңіздер болады. Осылай қалғаны қолмен жаятын боламын. Қамырымды үлкейтіп алдым. Келесі кезекте бортиктарын жасайтын боламыз.
осы қалпында 4-5 минутқа демалтатын боламыз қойып. Біздің қамырымыз демалып болды. Енді оның үстінен томат пастасын саламыз аздап. Және де үстінен шамалығына сұйық май қосып жіберемін. Енді барлығын жағып шығамыз. Біркелкі етіп. Егер де лопаткамен жағу ыңғайсыз болса, бұлай щеточкамен жан-жағына жағып жүруге болады. Енді кезекте мен оның үстінен шамалығына кинза себемін дәміне. Көп емес. Одан кейін базилик себемін. Одан кейін кептірілген сарымсақтан аздап себемін дәмін беру үшін пиццаны. Және де одан кейін шамалған қызыл бұрыш себеміз. Және де кішкене қара бұрыш сеуіп жүрсеңіздер де болады. Келесі кезекте мен үстінен шұжық қосамын. 2 түрлі шұжықтан алдым. Үйдегі бар затпен істесеңіздер де болады. Тауықтың етін қосуға болады. Енді ол өздеріңіздің еріктеріңізге қарай. Осы қалпында пешке салып алатын боламыз. Піскенге дейін әркім енді өзінің пешіне қарайды. Пісердің алдында бір 2-3 минут бұрын үстінен сыр қосатын боламыз. Келесі кезекте пиццамыздың үстінен сырды саламыз да 2-3 минутқа сырымыз ерігенше салып қоямыз. Осымен бүгінгі біздің пиццамыз дайын. Тестасы жұмсақ, сыры созылмалы. Бүгінгі видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.